Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы ерлі ертегілердің ішіндегі басты кейіпкерлермен сұхбат алатын боламыз. Ал кеттік. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Кеше біз Елеңге батыр туралы ертегіні тыңдап, оның қайсарлығына тәнті болған едік. Иә, Елеңге батыр ерлігімен елге үлгі болған баһадүр. Ал менің де бастан кешкенім аз емес, достар. Ал бүгін бізге әжеміз қызықты бір хикая айтып бермек. Ол қыдырып әулиелердің басына түнейін, Құдайдан бала бермес пе екен деп басталатын ерекше ертегі. Бұл ертегі менің өміріммен де тығыз байланысты. Арманын орындау үшін талай сынақтан өткен жанның жолы оңай жол емес. Дәл солай батыр. Балалар, енді бүгін жаңа ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ендеше бойларыңды жинаңдар, көңілдеріңді қойыңдар. Батырлар жайлы ертегі әрқашан жігер береді. Ал қазір 4 сынып оқушысы Керімбек Ерасылдың дайындаған Тұмарбас батыр ертегісін бірге тыңдап тамашалайық. Тыңдаңыздар, тамашалаңыздар, ерлікке рух алыңыздар. Апа, ертегі оқып берші. Қане, әкел кітабыңды, оқиық екеуміз бірге. Қай ертегіні оқиық? Тұмарбас батыр. Тұмарбас батыр. Бұрынғы заманда бір бай болыпты. Оның 3 әйелі бар екен. Бірақ ешқайсынан бала болмапты. Бір күндері бай әйелдеріне айтады: мен қартайдым, сендерден бала тумады. Қыдырып әулиелердің басына түнейін. Құдай бала бермес пе екен дейді. Сөйтіп қолына темір таяқ ұстап, аяғына темір етік киіп, жаяулап жүріп кетеді. Айлардан ай өткенде, жылдардан жыл өткенде, темір етіктің теңгедей, темір таяқтан тебендей қалғанда, байдың алдынан ирелеңдеген түтін көрінеді. Бай оған жетіп келсе, үйдің ішінде бір жалмауыз кемпір отыр екен. Бай күліп сәлем береді. Кемпір сәлемін алып, екеуі біраз әңгімелесіп отырған соң, даладан біреу келіп айғай салады. Адам иісі шығады ғой, кемпір айтады. Аузыңа бір саларлық ас отыр. Бұл келген жалмауыз кемпірдің баласы екен. Ол әлгі байды жеп қояды. Енді байдың әйелдерінен хабар берейік. Бай үйінен кеткенде 2 әйелі жүкті болып қалған екен. Уақыты жетіп екеуі де ұл табады. Бәйбіше баласының атын Тұмарбас қояды. Тоқалы баласының атын Байтас қояды. Арада 7 жыл өтеді, балалары да 7 жасқа келеді. Бір күні Тұмарбас асық ойнап жүріп, балаларымен төбелесіп бір баланың асығын тартып алады. Сонда әлгі бала айтады: сен бізге зорлық қылғанша тентіреп кеткен әкеңді тауып алсаңшы дейді. Тұмарбас дереу үйіне жүгіріп келіп шешесінен: менің әкем қайда деп сұрайды. Шешесі: сен тумай тұрғанда темір таяғын ұстап, темір етік киіп кетіп еді, содан бері әкеңнің қайда екенін білмейміз дейді. Бәйбішеден туған Тұмарбас әкесін іздеп жолға шығады. Бір күндері болғанда алыстан ирелеңдеген түтін көрінеді. Бала соған жетіп келсе, баяғы жалмауыз кемпірдің үйі екен. Ана әкесін жеп қойған, сол үйде. Тұмарбас әкесінің етігі мен таяғын бірден таниды. Кемпір бір қазан ет асып отыр екен. Қарны ашып келген Тұмарбас кемпірден ет сұраса, кемпір бермейді. Тұмарбас ашуланады. Кемпірді төбеге бір қойып өлтіріп, қазандағы бар етті жеп тойып алады. Сөйтіп отырғанда бір адам даладан: үйде кім бар? Адамның иісі шығады деп айғай салады. Сонда Тұмарбас: мен бармын деп үйден шыға келеді. Сол жерде екеуі алыса кетеді. Тұмарбас оны алып ұрып, басын кесіп алады. Сөйтіп әкесін өлтірген дәуді өлтіріп, кегін қайтарады. Енді бала еліне қайтады. Бірнеше күн жол жүріп үйіне келеді. Ертеңінде шешесінен: маған ірімшік қайнатып қойдың ба деп сұрайды. Шешесі: күнде қайнатып қойған ірімшігімді күнде бір аққу келіп жеп кетеді дейді. Тұмарбас аққудың келетін уақытын біліп, мылтығын оқтап бір шидің арасына кіріп тығылып отырады. Бір уақыт аққулар ұшып келеді. Ірімшікке қарап тұмсықтарын сала берген кезде мылтығын алып тарс еткізеді. Аққулар дүр етіп ұша жөнеледі.
Тұмарбас артынан шаба жөнеледі. Біраз жерге барғанда Тұмарбас жоғары қараса, аспаннан бір нәрсе түсіп келе жатыр екен. Қолын тосып қалса, адамның шынашағы. Оны алып, жан қалтасына салады да, құстардың соңынан шаба береді. Аққулар биіктен ұшып көрінбей кетеді. Келесі күні дарияның жағасына мың бұзау бағып жүрген бір таз балаға жолығады. Тұмарбас таздан, бұл кімнің бұзауы деп сұрайды. Таз айтады, Ақпар деген ханның бұзауы. Тұмарбас, кешке барғанда осы бұзаудың бәрінде байлаймысыңдар дейді. Таз, кешке айдап барып байланғырдың бұзауы байлан десем, әйтеуір әр керекке байланып қалады. Ертеңде шешіліңдер десем шешіледі дейді. Тұмарбас, түнде не жұмыс қыласың деп сұрайды тағы да. Кешке барған уақытта қыздардың табанын сипаймын. Содан соң қыздар мені терге орап тастайды да, төрден есіктен төрге домалатып, әбден шаршағанша ойнайды. Басқа жұмысым жоқ дейді таз бала. Бәрін естіп болған соң Тұмарбас таздың бақташылығын сұрап алып, оны босатып жібереді де, бұзауды өзі бағып жүреді. Қару-жарағын бір жерге белгілеп көміп қояды. Күн батып кеш түскен уақытта Тұмарбас мың бұзауды айдап ауылға келеді де, байланғырдың бұзауы байлан дейді. Сол кезде бұзаулардың әрбірі әр ағашқа байланып қалады. Содан соң ол ханның үйіне келеді. Қыздар күндегі әдеттері бойынша Тұмарбасты терге салып төрден есіктен төрге домалатады. Әбден шаршаған соң қыздар оны теріден шығарып жібереді. Түнде батыр қыздарымен бір үйде жатады. Тынығып жатқан Тұмарбас ханның кіші қызы Қаныкейдің ыңқылдап ауырып жатқан даусын естіді. Тұмарбас қыздың жанына барып, сенің қай жерің ауырып жатыр дейді. Қаныкей айтады, не қылайын деп едің? Қолымнан келсе жан азабымды жеңілдетейін деп едім, дейді Тұмарбас. Шынашағыма мылтық тиіп сол жерім ауырады. Шынашағымды тауып берген кісіге мен тиер едім дейді қыз. Мен тауып берсе маған тиер ме едің? Тиемін дейді қыз. Тұмарбас қыздың шынашағын береді. Ана аққудар ұшып бара жатқанда бір шынашақ түсіп қалады ғой, соның қалтасына сабылған, соны. Қыз сонда мұның Тұмарбас екенін біледі. Сөйтіп қыз бен жігіт бірін-бірі ұнатып, келіп көңіл қосып жүреді. Бір күндері хан жұртына үш қызымды сүйгеніне қосамын, халқым жиналсын деп жар салады. Ханның қол астында қараған бүкіл халық бірі қалмай келеді. Бір елден жалғыз келсе де Тұмарбас ханның қызын алып мұратына жетіпті. Тұмарбас деген ханның қызына үйленіп мұратына жетіпті. Ертегі сонымен бітті балам.